Тоқта, мен жанында жатқан не нәрсе? Бұл қалам баламнан бір челлендж, біз жасырған үш заттың не екенін тап, логикаңдасына кеттік. Нұсқалар: ежелгі қолтырауын, яғни крокодилдің басы, алып музыкалық аспап, гномдардың үйі. Дұрыс жауап дейнозух дейтін көне замандағы қолтырауынның бас сүйегі. Басының өзі адамның бойымен бірдей алып жануар 80 миллион жыл бұрын мекен еткен ежелгі крокобос ақштың Монтана мен солтүстік Каролина штаттарынан табылған. Ал мынау ойыншық сияқты қабан не қылған бұйым деп ойлайсың? Ыстық шайды үрлеп ішуге арналған құрал, әскери музыкалық аспап немесе ежелгі шаңсорғыш па? Дұрыс жауап карникс. Ежелде өмір сүрген кельт тайпасына тиесілі әскери музыкалық аспап. Қоладан жасалған қабан Франциядан табылған 2300 жыл бұрын мұнымен рухталар дыбыстарды шығарып, әскери музыкалық батыл жасаған ғой. Ал мынау не қылған? Моншаққа ілінген кринж. Викингілердің фитнес трекері, күн сағат, ежелгі таразы. Бинго! Бұл 10-шы ғасырда Англиядағы монахтар қолданған сағат. Бетінде қожайынға денсаулық деп жазылып тұр. Есіне ұзақ өмір тілейтін ежелгі смарт сағат деуге де болады екен. Сонымен сен қаншауын қайсысын таптың? Комментке жаз. Мен тексерем, лайк бас, қалам баламға жазыл.